Хейо, бролар, қалай жағдайсыздармен бірге мен Зак өкізі достар көріп тұрғандарыңыздай бүгін біздер деген Майнкрафт ойынын ойнайтын боламыз. Бұл қаншасыншы версия десеңіздер, бұл 1.14.55 версиясы. Сондықтан Майнкрафт үшін лайк басып каналға тіркеліңіз. Егер де сіздерде достар астында тұрған подписаться батырмаса болса, соны басып қоямыз. Қазір оғышым үйрететін боламын. Енді сол. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Şimdi достар, мен осындай бір ағаштың үстіне шығып алдым. Бұл Майнкрафттың атын мен күшті Майнкрафт деп қойдым, себебі барлығы күшті болсын деп. Ошым солай. Енді сіздер лайк басып қолдап отырсаңыздар болғаны. Енді мен осы нені біраз ғана бұрын бастадым. Енді осыған кішкене көптеген ресурстар жинау керек. Мен біршама ресурстар жинап қойған болатынмын өзім. Енді достар, келесі бөлімдерде мүмкін үй салатын боламыз. Бірақ достар, маған осы не жителдерді табу керек. Пока маған үй салатын онша көп ресурстар жоқ. Жителдердің ауылы болса, сол жаққа барып солардың үйлерінде тұруға болатын еді негізі. Бізге достар ең бірінші үй сосын жасап алу керек, үй жасап алу керек, сосын бізге төсек жасап алу керек. Қойдың несінен менде бір тал несі бар екен. Бізге бірінші ағаш жасап алу керек. Достар, келесі бөлімге дейін мүмкін мен біршама ресурстар жинап үй салып қоятын болам, не бірге үй салып қоятын боламыз, көреміз оған. Пока маған үй керек емес достар. Не ғой, пока мен үлкен үй салмай қояйын. Бүгін бір кішкентай үй салып қойсақ та болады негізі. Давайте достар, бүгін үлгіп біршама кішкене үй салып қояйық. Bu жақта ағаштардан қиналмаймыз, себебі bu жақта ағаштар толып жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді достар, мен бұның бәрін сіздерге көрсетпей қойын. Давайте мен қазір біршамасын жинап алайын, бір стак па, екі стак па, бірақ жинап алу керек достар. Давайте. Осылай шығып кетейік. В общем, достар, міне мен 3 стак, достар, уже 3 стак ағаш жинап келдім ана жақтардан. Ағаш bu жақта көп екен, енді жақсы бұл әрине, ағаштан қиналмаймыз. Алдағы уақытта көптеген осындай ресурстар жинап үй салып тастауға болады. Бізге датов кішкентаймыз, үй салып тастауға да болады, себебі біз ағаштан қиналмайды екенбіз бұл жақта. В общем, міне 3 стак. Не? Йо, мен бәрін яқын қойып келіппін ғой. Қазір алу керек мынаның бәрін. Менде. Вот. Мен қазір ағаштан кирка жасауды керек маған. Алдағы уақытта мен тастар жинап, тастан киркалар жасайтын болам, сосын железалды тауып қоятын болам. Сосын мен осы железо іздейтін болам. Железалар іздеп көретін боламыз. Так, ана жерде төсек жатыр ғой, төсекті. Ой, достар, мен алдында осы ойынды бастаған кезде маған мобтар шабуылдап кеткен болатын, сол мобтардан еш жерге қашып келген болатын достар. Сол кезде мен осы төсекті сындырып алмай кеттім. Вот мына жақта ағаштарым қалқапты, соларды алайық. Сол кезде мен төсек жасаған болатын, творческиймен, творческий студиямен төсек жасап, сол уақытта жіберген болатын, байқаусызда таппай қалған, соны жақсы болды. Енді үй салып бастайтын боламыз. Енді бүгін онша да үй салмай қояйық. Тоқтанайықтың. Йо, бізге тамақ жеп алу керек екен ғой. Әйтпесе біздің қарнымыз ашып жатыр екен. Так, жизнь көтеріп алу керек бізге. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Общем, міне үйі осындай болды. Енді крышасын просто осылай жасаймын. Өйткені егер де мен екінші этажын жасайтын болсам, крышасы бар ғой, крышалар қайтып алып жүретін менде уақыт жоқ. Сондықтан пока осылай жасай тұрайық. И екінші этажын жасайтын болсақ, лестница жасап, и сосын бірақ қоя салатын боламыз. Енді дәу қалды. Қараңдар достар, маған кәдімгідей ұнап жатыр. Үй өзіме ұнап жатыр. Себебі уже бірінші серияда уже мынандай үй соғып тастау деген менің ойымша бұл өте қиын. Себебі достар, бірақ бұл бір Майнкрафттың бір жақсысы, бұл неде выживать ету қиын емес. Толып тұрғандарында мен шыққан жер ағаштарға толы, сондықтан мен ағаштардан қиналмайтын. Сондықтан мен 3 стак не жасап алдым достар. Менде қалды, міне 11 тал қалды. Жақсы жерден шығыппын достар. Ешқандай творческий мен алмадым достар. Кәдімгідей выживаниемен жасап алдым. Енді достар, маған қазір верстакты алып келу керек. Так, верстак үйімде тұр екен. Маған факел жасап алу керек достар. Факел болмаса, маған достар, мен терезе жасайын десем достар, біздің топырақ таппай тұрмын. Келесі бөлімдерде достар, мен енді топырақ, анау-мынау бәрін алып, терезе жасайтын боламын. Мына жерге есік жасап қоятын боламын. Үйді кішкене әдемілеп қоятын боламын достар. Бүгін бірінші бөлімге осындай жететіп қалады деген ойдамын достар. Бірінші бөлімде уже осындай үй салып алдық достар. Так, бізге енді осындай болды. Енді келесі бөлімдерде достар, мен өзіме железный білмеймін әйтеуір броня жасап аламын. А то достар, мен андай адам, мысалға үстіме ғана железный жасасам, астыма жасамай, үстіме жасамай тұра алмаймын достар. И сондықтан да достар, мен барлығын железныйдан жасап достар, не істейтін боламын достар. В общем, железный броня жасап қоятын боламын келесі бөлімге дейін, бүкіл үстін, аяғын бәрін. В общем, болды. Бүгін шықты енді выживать ететін боламыз осы жерде. Бұл енді біздің үйіміз болады. Например, сіз бір жарық жерге қойып қойсалайық төсекті. Осы жерге. Давайте енді достар, сіздермен бірге болған Заку кезет. Бүгінгі выживание ұнаса лайк басып арнаға жазыламыз. Давайте, пока.